Мәлік Отарбаевтың біраз жылдардан бері жазғандарын қадағалап қарап жүрміз. Негізінен Мәліктің өзінің жазғандары бір төбе болса, мына түрік әдебиеті мен қазақ әдебиетінің арасында орнатып жатқан байланысы өте жоғары. Қазақ ақындары мен жазушыларының шығармаларын түрік тіліне аударып, түрік ақындары мен жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне аударып, сөйтіп біздің мына түрік әдебиеті мен қазақ әдебиетін жаңа бір қарым-қатынасқа, бірін-бірі түсінуге, бағалауға көпір жасап отыр. Осы жағынан алғанда Мәліктің еңбегі зор. Сондықтан да бұл өзі түрік әдебиетінің де, қазақ әдебиетінің де барлық қайнарынан қанып ішкен, сол түрік әдебиетінде, қазақ әдебиетінің де үздік шығармаларын өзі ой сүзгісінен өткізген, сөйтіп барып жаңағыдай аудармашылық жұмыстармен айналысып жүр. Бұл өте құптарлы нәрсе. Біз Мәліктің өз шығармашылығында да сондай бір жаңа бағыт-бағдар болатынына сенеміз. Соның бір айғағына бір қайыры бар дүние дейтін кітабы. Осында мысалы бір-ақ сөйлемнен тұратын, екі-ақ сөйлемнен, үш-ақ сөйлемнен тұратын шағын әңгімелер бар. Бұл қайдан келді? Осының әлемдік әдебиеттегі бар тәжірибені алып келу былайша айтқанда. Кезінде поэзияда да, жапон поэзиясында екі жол, үш жолмен бір өлең жазу үрдісі қалыптасқан. Бұл шығыс поэзиясында да бар. Ал енді осындай дәстүрлі дүниені әдебиеттегі прозаға да әкелу деген құптарлы нәрсе деп ойлаймын. Жалпы Мәліктің үнемі ізденісте, үнемі жаңағы жаңашылыққа құмар болып жүргендігі қуантады.